29 наурыз білім ордамызда жастар жылы аясында жастар көзімен қоғамдық сананы жаңғырту өңірлік контекст аймақтық жастар экономикалық форумы өтті. Шараны университетіміздің құқық және экономика факультетінің мемлекеттік басқару және менеджмент кафедрасы және Алматы облысының атамекен кәсіпкерлер палатасы бірлесіп жүзеге асырып отыр. Форум өңіріміздің жас ғалымдар, студенттер, магистрант пен докторанттар, жас кәсіпкерлер, мемлекеттік және бизнес құрылымдарының өкілдері үшін арнайы ұйымдастырылған. Жиын Қазақстан Республикасында жастар көзімен қоғамдық сананы жаңғырту және инновациялық даму жағдайындағы жастар кәсіпкерлігі бағыттары бойынша жүргізілді. Форум қорытындысы бойынша электронды жинақ шығарылды және форум материалдары білім ордамыздың сайтында жарияланды. Бұл форумның басты мақсаты осы қазіргі таңда біздің осы өскелең жастарға осы елдегі болып жатқан өзгерістерге, одан басқа енді әлемде болып жатқан жаңа бір талаптарға сай болғандай осы кәсіби жағынан, жалпы адами капиталды дамыту жағынан осы үлес тигізу үшін мотивациялық түрде осындай форумдарды өткізіп отырмыз. Осыған жаңа өзіңіз көріп отқандай, осы университетіміздің осы 200-ден астам белсенді студенті қатысып отыр. Жақында Астана қаласына барып келдік біз. Жастар жылына байланысты Энатус командасымен ол жерде өзіміз жаңа проектімізді көрсетіп, жақсы деңгейді көрсетіп келдік. Осындай форумдар бізге өте жақсы нәтиже береді деп ойлаймын. Самал Ашырбекова, Ділмұрат Құзатұлы, оқу телестудиясы.